Hello, dear student. How are you today? Open your book. Page 72. Natural disasters. Unit 7. Vocabulary. Extreme weather. Exercise number 1. I have done number 1, 2, and 5. Unfortunately, I haven't any audio. That's why I didn't do exercise number 3. Сәлем құрметті оқушы, бүгін 7-ші бөлімге қош келдің. 72-ші беттегі vocabulary extreme weather. Vocabulary сөздік extreme weather деген экстремалды табиғат. Экстремалды ауа райы. Natural disasters деген бөлім ол табиғи апаттар деп аталатын бөлім. Яғни 7-ші бөлімде біз не жайлы өтеді екенбіз? Табиғат жайлы, ауа райы жайлы өтеді екенбіз. Let's do exercise 1. In exercise 1, you should match the words and phrases in the box with the pictures from H to H. Then listen, check and repeat. I have done number 1. Бірінші тапсырманы мен жасадым. A бізде boiling, қайнау, boiling деген қайнау. B freezing, қату. C hail, бұршақ. D heat wave, өте ыстық. E heavy rain, өте қатты жаңбыр. F high winds, қатты жел. G snowstorm, қарлы боран. H thunder and lightning, күн күркіреу және жарқырау. Осы сөздерді жаттап аламыз. Міндетті түрде жиі қайталанатын сөздер ауа райына байланысты. Boiling, freezing, hail, heat wave, heavy rain, high winds, snowstorm, thunder and lightning. Екінші тапсырмада what months of the year do you think about with the weather words in exercise 1 дейді. Бірінші жаттығумен сәйкестендіріп, қандай айда ауа райы қалай болады. Мен жазып қойдым. In January it's freezing, but in July it's heat wave. Январь айында, қаңтар айында күн ауа райы аяз болады, бірақ та маусым айында өте ыстық болады. In September it's high winds and in February it's snowstorm. Сентябрь айында жел қатты болады, қыркүйек айында, ал ақпан айында қарлы боран болады. In June it's thunder and lightning, but in November it's heavy rain. Маусым шілде айында күн күркіреу және жарқырау болады, найзағай ойнайды, бірақ та қараша айында қатты жаңбыр болады. In July it's boiling, but in December it's freezing. Маусым айында ауа райы қайнап тұратын болса, ыстық. Ал бірақ та декабрь айында, декабрь деген желтоқсан айында мұз болады, аяз болады деген сөз. But in дегенді алып тастаймыз, in деген жазылып кетіпті. Exercise number 5. Бесінші тапсырмада сұрақ қоясың өзінің досына, одан кейін жауап бересің. Экстремалды ауа райында не істеу керек деп сұрақ қоясың. Мысалы, what do you do when it's boiling? Өте ауа райы қайнап тұрған кезде сен не істейсің деп сұрақ қоясың. Соны досың жауап беру керек. I go to the lake and swim all day. Мен көлге барып, күні бойы шомыламын. What do you do when it's heat wave? Өте қатты ыстық болатын болса, сен не істейсің? I stay at home. Үйде боламын. What do you do when it's hail? Ал бұршақ жауған кезде не істейсің? I stay under the tree or roof. Мен бір шатырдың астында боламын, немесе ағаштың астында боламын деп. Осындай экстремалды ситуациядан шығу жолдарын жазасыңдар. That's all. I have done all this exercise. Goodbye.